Сәлем достар, бүгін мен қызықты история тауып қойдым, түсіріп қойдым, сонымен бастайық. Қызым, ау мамам, біз саған бір жаңалық айтқымыз келіп тұр. Қандай, айта беріңіздер. Біз жаңа үй алдық, және соған көшеміз. Киімдеріңді дайындай бер. Вау, анашым, шын ба? Ой, қандай күшті. Жарайды, мен тез барып киімдерімді жинайын. Ура, қуанып тұрмын. Қандай күшті. Енді көп созбай киімдерімді жинайын. Киімдерімді жинап болдым ғой. Ал енді барып анама барайын. Анашым, әкешім, не істеп жатырсыздар? Мен киімімді жинап болдым. Болды, кетеміз ба? Кеттік. Я, қызым, кеттік. Қатты қуанып тұрмын. Қалай қуанып тұрғанын білесіздер ма? Болды, кеттік тез. Вау, есік алды әдемі екен. Кәні қашындар, мен қазір есікті ашайын. О, ашылдым. Кеттік. Қыздар, келіңдер. Я, папа, баратырмыз. Қатты қуанып тұрмын. Қандай әдемі. Кеттік, анашым, әкешім. Ой, қызым, қоя бер, біз көріп қойғанбыз. Жай саған подарок болсын дегенбіз. Рахмет. Күшті ғой. Мен қазір бірінші комнатамды көргім келіп тұр. Мен барып таңдай берейін, Я, қызым, таңдай бер. Мен кеттім. Вау, комнатам қандай әдемі. Той, қандай күшті. Вау, туалеті де кең екен. Мынау комната розовый, прям күшті ғой. Қандай қуаныштымын. Ал енді өте қызықтар басталайын деп тұр. Ең бірінші мына жерді жинастырып алайын. Вау, мынау не деген әдемі қорап. Шын ашып көрейінші. Ой, қатты екен. Мынау не? Не дейді? Мынау менің құжатым емес па? Мына жерде неге менің әкемнің аты жазылмаған? Мені асырап алған ба не? Менен осы күнге дейін жасырып жүрсіңдер ма не сендер? Мен болды, мама папаға ренжідім. Қалай менен 15 жыл бойы жасырып келген? Анда бір жылаған дауыс шығып жатқан сияқты. Аяна жылап жатқан жоқ ба? Аяна жылап жатқан сияқты. Кеттік тез, бол. Не болды екен ол қызға? Шошытпасыншы әйтеуір. Аяна, қызым, Аяна, қайдасың? Қызым, бұл қайдасың? Аяна, не болды? Неге жылап жатсың? Қызым, қайдасың? Комнатарындасың ба? Шошытпасыншы әйтеуір. Аяна, қызым, қайдасың? Мынау не жатқан? Аяна, қызым, не болды саған? Мынау не? Папа, мынау не? Ей, қайдасың? Не болды? Слушай, зәремізді алдыңдар ғой? Не болды? Айтсаңдаршы. Ой, не болды сендерге? Мынаны кім берген саған, Аяна? Мынау не, айтыңдаршы маған. Қызым, болды, жылама, келіп отыршы, мен саған бәрін түсіндіріп берем қазір. Бұл неге маған асырап алғанымды айтпағансыздар? Қызым, кешірші, мен қазір саған бәрін айтып берем. Біз негізі сені даладан тауып алғанбыз. Сен ол кезде өте сүйкімді қыз болатынсың.
Иә, ал жалғасын сен айтшы. Иә, біз сені тауып алған болатынбыз. Ол кезде далада сен жылап жаттың. Сосын біз не істерімізді білмей сені асырап алған болатынбыз. Бірақ соны айтпағанымыз үшін бізді кешірші. Біз бұны тауып алады деп ойламадық. Блин, тауып алады деп ойламадық. Осы күнге дейін айтпағанымызды кешірші. Біз сені өте қатты жақсы көреміз. Асырап алсақ та сен біздің туған қызымыздайсың. Негізі мен бала көтере алмағанмын. Сол себепті сені асырап алдық. Мен сені тапқаннан кейін қатты қуандым. Иә, қызым, біз сені жақсы көреміз. Иә, кешірші бізді. Жарайды, кешіремін. Бірақ айтпағандарыңыз біртүрлі болды. Болды, жылай бермейік. Барып одан да шай ішуге. Осы жаңа үйімізде бірінші және ең әсерлі шай болады. Кеттік. Бірге тату тәтті шай ішейік. Болды, енді ренжіспейікші, иә. Қобалжып тұрмын енді. Болды, келіңдер, барлығымыз шай ішейік. Дастархан өзі жасалып тұр. Я, келіңдер, қызым отыра ғой. Болды, енді жылап ренжіспейікші. Бірақ үй өте әдемі екен. Мен барлықтарыңызды жақсы көремін. Я, қызым, болды, жылама. Осымен достар, видео аяқталды. Осылай тату тәтті болып өмір сүрейік. Сіздерге видео ұнады ма? Комментарийға жазып кетіңіздер. Всем пока!